өзімнің атымдағы үйімді өзімнің кенже балама қалдырғым келеді. Сол маған қарап отыр. Қалғандардың бәрін еншісін бердім. Сөйтсем қалғандарының да келісімін алу керек деп кеңес берді. Олардан кеңес алмайынша, яғни балдардан келісім алмайынша басқа балдардан үйді аударуға болмайды дейді. Ол солай ма? Олардың бәріне келісім алуым керек пе? Мінекей осындай сұрақпен бізге жүгінген. Соған біз былай деп жауап бергенбіз. Сіздер видеоның аяғына дейін тыңдаңыздар. Мынадай кеңес береміз. Біліп жүру үшін айтып қойып жатырмын. Біріншіден, үйдің иесі өзінің мүлігіне билік ету үшін ешкімнен келісім алуға міндетті емес. Оның балалары болсын, бәрінен. Тек қана өзінің ерінен әйел адам, ал ер адам өзінің зайыбынан ғана ортақ бірлескен меншік объектісі болатын болса, жаңағы мүлік, сол кезде ғана келісім алады. Қалған кездің бірде-бір кезінде келісім алуға міндетті емес. Және балаларына кез келгеніне өзі кімге қалдырғысы келеді, қалай бергісі келеді, оны өзі шешеді. Сатып бере ма, әлде тегін сыйға бере ма, өзі біледі. Тек ана жекешелендіру деген бар. Жекешелендірумен тұрғын үй қатынастары туралы заңның шеңберінде жекешелендіріп алған болса, және ортақ бірлескен объекті болатын болса, сол кезде ғана ортақ мүшелерінің келісімімен ғана үй аударылады. Тек сол кез болмаса, ал біздің апамыздың жағдайында үй өзінікі солай екен. Күйеуі қайтыс болған, мұрамен тұр, енді баласына үйін аударып қойғысы келеді. Ондай жағдайда ешқандай кедергі жоқ. Сондықтан осыны біліп жүрейік ағайын.